Барлығыңызға сәлем достар. Бүгінгі видеомда мен тағы да Кореядан келген сыйлық жайында айтатын боламын. Бүгінгі өткен жағдай туралы айтатын болсам, бүгін таңертең мен сессия тапсыруға барған болатыным. Сессиядан шыққаннан кейін American Corner деген бар, яғни Америка бұрышы деген орталыққа бардым. Бір шара өтіп жатыр екен, тұспа-тұс тек барып қалдым. Содан сол шараға қатысып, мәз-мейрам болып жүрген кезімде бір белгісіз нөмер хабарласты, почтадан екен, және маған сәлемдемесі бар екен. Кенет мен де бір түрлі болып қалдым. Жақсы деп айттым. Содан кейін мекен жайымды сұрады, және жеткізіп берейді екен. Сосын мен сол жақта жүргендіктен сол American Corner'дың мекен жайын бердім, және маған осы сәлемдемені өз қолыма табыстады, әкеліп берді. Өзім шынымды айтсам таңғалып қалдым, себебі мен көптеген жарыстарға қатысып жатырмын, Кореядағы конкурстарға қатысам, бірақ қайсы бірін енді жаттап жүремін, көбісін ұмытып қалам. Сондықтан қандай конкурстан қандай сыйлық келіп жатыр, кімнен келіп жатыр, оны ұмытып қалғандықтан өзім таңдандым, кімнен келді екен, қалай келді екен деп. Енді кімнен келді дегенде Кореядан келгені онсыз да белгілі болып тұр, өйткені Кореяның печаты, яғни мөрі басылған, және Кореядан деп айтылып тұр бұнда. Бір емес екі сыйлық келді. Біреуі мынадай қорапша, әдемі, өзіме қызық болып тұр ішіндегі сыйлығы. Ал екінші мынадай осындай қағаз, ішінде бір грамотасы, бір мақтау қағазы бар сияқты болады. Өзіме солай елестеді енді. Міне сіздермен бірге осы қорапшаны ашып көретін боламыз. Ең бірінші бұның сыртында name деген жерге, яғни кімнен келген жеріне KOSIS деп жазылған. KOSIS бұл Кореяның мәдениетін насихаттайтын бір ұйым, болмаса бір бірлестік деп айтуға болады. Мақсаты Кореяның мәдениетін насихаттау. Мен бұлардың да ұйымдастырған жарыстарына қатысатынмын. Содан міне бүгін маған мынадай сыйлық келіп тұр екен. Елтай Арынғазыға деп арнайы мөрімен. Мінекей сіздермен бірге енді ашатын боламыз. Ал сізді ашайық. Ашылуының өзі ғажап. Мынадай қорапта келген календар деп жазылған сыртында Korea, good friend of the world. KOSIS. Көріп тұрғандарыңыздай календар бар екен ішінде, сыртында жазылып тұр. Мәссаған. Календар 2022 жылға арналған календар. Бұл маған бір 2022 жыл, яғни жаңа жылға тарту десек те болады. Календардың ерекшелігін көрейік. Мен өзім шынына керек таңғалып қуанып отырғаным. Мәссаған. Key Webtoons, яғни вебтун. Жапондардың анимесі сияқты, Кореяда да вебтун деген бар. Яғни мультфильм кейіпкерлері бойынша осындай календар жасалынған екен. Өзіме ұнап отыр. Әдемі суреттерімен, және де әр айдың атауымен. Бірінші сыйлығымыз осы календар болды. Келесі екінші сыйлықты ашатын боламыз. Қорап. Оның ішінде маған не бары шынымен қызық болып тұр, өйткені білмеймін ішінде не барын тіптен. Сіздердің көздеріңізше ашамын. Жаңа календар сияқты. Оны да календар екенін білген жоқпын. Так, олай болса бірге ашып көрейік. Әлі де аша алмай жатырмын. Әлі отырмын. Қай жеріне ашарымды білмей отырмын. Қорапты бүлдіріп алатындай болып отырмын қазір. Міне аштық. Ішінде не барын көрейік. Ал сымды ашайық. Вау. Мәссаған. Қораптың ішінен мынадай тағы бір қорап шықты. Көріп тұрғандарыңыздай. Мәссаған, бұл не қорап болды екен? Вау, негізінде керісінше ашылатын қорап екен. Негізі бұлай ашылатын қорап екен, но сырты. Ішін ашып көрейік. Бұл не болды екен? Вау, мәссаған. Мынадай қорапшалар бар ішінде.
мінекейіңіз. Енді есіме түсті, мен Korean Influencer Академиясында оқып жүргенде бір Кореяның атақты жеріне онлайн тур ұйымдастырылды. Соған байланысты қатысушыларға осылай сыйлық жіберетіндерін айтқан еді. Міне соған мәлімет ретінде осындай кішкентай кітапшалар жіберіпті. Так, екінші қорабында осындай әдемі сөз жазылған. Яғни сәттілік дейтіндей, бір қалай айтсақ болады, бір сипаттау ретінде. Үшінші қорабында керекті құралдары, желім деген сияқты, яғни сол көзілдірікті жасауға арналған құралдары бар. Осындай пакетчикпен келген. Міне кейіңіз соңғы қорабында осындай лоппалармен және де көзілдірік жасауға арналған құралдармен келген екен. Яғни бұл 3D форматындағы видеоны көруге арналған, құралдарды жасауға арналған арнайы жабдықтар десек те болады. Кореядан осындай бір шарадан келіп тұр. Мен сол шараға қатысқым келді, онлайн өткізілетін шара болғандықтан, және олар маған тегін осының барлығын өздері жіберді. Көрдіңіз бе? Сіз де егер Корея мәдениетіне қызығатын болсаңыз, мен қызықпайтын адамдарға насихаттамаймын. Бірақ егер шығыс мәдениетіне деген қызығушылығыңыз болса, осылай түрлі мәдени шараларға қатысу арқылы Кореядан тегін сыйлықтарға ие болып, белсенді болып, марапаттарға ие боласыздар. Сондықтан сіздерге де айтарым, тек қана әрекет, ең бастысы адал ниет, түзу ниет, осындай бір сыйлықтарды, осындай бір керемет дүниелерге қанық болғыларыңыз келсе, сіздерге тілерім тек қана алға, тек қана нақты мақсатпен ғана болашаққа қадам басыңыздар. Барлығыңызға сәттілік. Көп рахмет. Видеомды назар салып тыңдағандарыңызға, барлығыңызға шын жүректен алғыс айтамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.